Счетты бұғаттауға правасы жоқ банк. Конституцияға қарсы. Өзің қарыз бердің ба, счетін бұғаттама. Жауапкершілік өзіңде. Миллиондаған адам счетты бұғатталған, жұмыс істей алмайды, балдарына тамақ алып бере алмайды, коммунальдық төлемейді, мемлекетке салық төлемейді. Неге ол? Бір банктың үшін қызмет жасаймыз ба? Сол себептен мемлекет банк үшін емес, ол заман кетті, олигархтың уақыттары. Банкілер халыққа жұмыс істеу керек. Сол себептен счетты бұғаттауды тек тоқтатуымыз керек. Екінші, банкілердің қазір мынау коллекторлық агенттіктерін жұмыстарын реттеуіміз керек. Жеке коллекторлар пайда болған. Адамдардың қарызы болған адамдардың арттарынан қудалап, түнімен звондап, оның жұмысын тоқтатуымыз керек. Және алаяқтық болса, банкілер өздері жауап бер, өзі сотқа бер, өзі іздеу керек ақшаны. Сосын шетелден келген көп азаматтар бар, заңды бұзып жүрген, оларды да тәртіпке түсіруіміз керек. Жылда 6,5 миллион адам келеді. Біздің орнымызға жұмыс істейді, біздің медицина пайдаланады деген. Бізде заңдар бұзады, бірақ ешқандай тіркеу жоқ. Соны үкіметке ұсындым.